Құтты болсын, ағайындар, құтты болсын. Евразиялық экономикалық одақтың статистикасы бойынша Қазақстан жұмыссыздар саны бойынша бірінші орынға шықтық. Құтты болсын, бірінші орын. Құтты болсын. Евразиялық экономикалық одақта 700 мыңға жуық жұмыссыз адам болатын болса, соның 330 мыңы, почти жартысы Қазақстанға тиесілі. Біз бірінші орынға шықтық жұмыссыздар саны бойынша. Менің жаңа Қазақстаным, менің қамқор өкіметім, рахмет. Жетіскенімізге рахмет. Жетіскенімізге рахмет. Біз болашақта кімдерді дайындап жатырмыз? Жұмыссыз адам біреудің қолына қарайды, біреудің қолына қараған адам құл болады. Болашақта мощный құлдарды дайындап жатырмыз. Құттықтаймын, құтты болсын. Велосипедтерде номер пайда болуы мүмкін. Кәдімгі артында мопедтер, машиналар сияқты, самокаттарда да номер қарастырып жатыр осындай. Енді ол заңды қайдан алды десем, Швейцариядан алды. Қараш, аты жақсы да жат жаман. Біз осы неге Европа, Швейцария, басқа Корей мемлекеттерінен неге анандай пенсионный реформа, қарттарын қарашы олардың. Тайраңдап жүреді круизда, басқа ел көріп, жер көріп, мәдениеттерін өсіріп, кругозорларын өсіріп. Біздің пенсионерлер не істеп жүр? Жастармен жағаласып жүр. Жоғарысында не, төмендегісі не, бәр жерде. 80-90-ға келсе де өп баратыр, орын белгісі келмейді. Кету керек қой оларды деген, пенсиясын нормальный қылып берсеңдер шоны. Кетеді ғой сол кезде, жағаласпай. Оған не, жұмыс істегісі келіп өп баратыр дейсің ба сол? Және нәтижеде бермейді ол пенсионерлер. Жастар сияқты бәрі жұмыс істемейді ғой. Жағдайды жақсарту керек, яғни. Сондай пенсионный реформаларын алып, зарплаталарын өсіріп, Европадан алғыш болсаңдар. Европа сияқты зарплата неге алмаймыз біз? Әр сағатқа төленеді ол жақта. 6-ға дейін жұмыс істеткізеді. 6-тан кейін болды уже дополнительный болып саналады. 2 сағат қана ито разрешено. Әбетте мысалы Таиландтарда, Вьетнамдарда, Қытайларда ұйықтап алады кәдімгі деп айтып, орындары сондай, кресоллары. Әнбі ұйықтайды 1 сағат. Как положено. Тұрады, одан кейін сағат 6-ға дейін жұмыс істейді. Кетеді сосын, тап-таза болып. Жалақылар миллион жарымға кетіп қалады. Ана вьетнамдықтарда зарплаталар көп емес, бірақ сол зарплаталар бәріне жетеді. Үйіне де, бала шағасын асырауға да, басқасына дегенде. Средний статистический зарплаталар олардың 150-120 мың арасында. Но сол бәріне жетіп тұр. Немесе сондай қылайық бізде деген. Сол кезде мейлі, коляскіңе номер тағасың ба? Жоқ, телешкеге номер тағасың ба? Жоқ, адамның басына тағасың ба? Жағдай жақсармай, оның бәрі жақсармайды ғой. Ана шетелдерде, мына Таиландтарда, Бали деген жерлерге барсақ, вообще светофор жоқ. Мопед деген бейтіп жатыр. ДТП жоқ вообще. Бізде деген каждый шақта мына жерде бұрылыста ДТП болып атады, мопедпен машина соғысып, самокатпен велосипед соғысып атады. Өз-өзімен жүрген адам столбқа соқса ма бізде сондай бір түрлі бір. Соның бәрін пайдаланды да осындай заңдарды шығарады. Оның түбін ешкім анықтамайды. Жағдай болмағаннан кейін мәдениетке де ел көрмей. Ана әңгіме бар ғой. Үйден шықпайтын әңгімесі ауласынан аспайды деген сияқты. Біз сондай болып қалдық қой қазір. Мәдениетте рухани бәр жағынан төмендеп кеттік та осындай нәрселер болады. Ол номер таққаннан ол шешілмейді ғой. Ол жаңағы түпкі нәрселерден қарау керек, қозғау керек. Сендер не ойлайсыңдар? Жазыңдар. Россияда моншаға түсіп жатқан мигранттармен не істегенін көрдіңіздер ғой? Бүкіл әлеуметтік желіде толып жүр. Қырғыздар ма, қатарында өзбектер, тәжіктер бар шығар, көбі қырғыздар дейді. Ана силовая структура орыстардың кіріп келіп, русская община дегені бар. Барлығы маска киіп алған, беттері 1 гектар талтайып тұрып алған, қолдарында дубинка. Моншаға түсіп жатқан адамдарды қылмыс істеп жатқан емес, мал сойып жатқан, или бір қарақшылық істеп жатқан, ұрлық істеп жатқан адамдар емес. Моншаға түсіп жатқан еркектердің кәдімгі моншасы, ылғи еркектер моншаға түсіп жатқан адамдарды кіріп келіп, естеп келіп, бәрін ұрып соғып, киіндіруге мұрша бермей, жерге мал құсатып жатқызып қойған. Мұны қалай түсінуге болады, Мына бар ғой, мазақтау ғой, мына мемлекетті, мына бір Қырғызстанның мемлекетін мазақ қылу, Өзбектің мемлекетін мазақ қылу, оларды қорлау, оларды мойындамау, өздерінің төмен санау деп мен солай санаймын.
Егерде сол қырғыз өзбектердің орнында, тәжіктердің орнында француздар жұмылып жатсыншы, соны істей ме? Орыс мемлекеті не болмаса ағылшындар түсіп жатса, немістер түсіп жатса, соны істей ме? Оны істеуге духтары жетпейтін еді, сол моншаның маңайына да бара алмас еді олар. Істеп көрсе елден бүкіл дүние шулап кететін еді. Ал қырғыздарға істеуге болады оны, оларды қорлауға болады. Бұны қалай түсінуге болады, Өздері келіп, кім Лавров па, кім қайта келіп, өздерінше қонаққа келіп, немелеге братская страна деп құшақтасқанда сондай, ал халықты қорлап жатыр. Олар бала шағаларын асырау үшін өзіміздің одақта болған мемлекет деп келіп жұмыс істеуге келген адамдар ғой, олар қылмыскерлер емес. Арасында бірен саран может рұқсатсыз келген бар шығар. Ол да жұмыс істеуге келді. Мүмкін жоқ шығар. Аналардың барлығында құжаттар бар адамдар. Заңды түрде келген адамдар. Ондай болатын болса неге қорғайды? Ит емес қой, жатқызып қоятын, тепкілейтін. Денелерін, жалаңаш денелерінде дубинканың іздері бар. Сол үшін құқық қорғау органдарда кім болды? Русская община деген дармоедтерді. Соларға қылмыстық іс қозғау керек. Мен олар дармоед деп санаймын. Өйткені елінде соғыс болып жатыр. Мигранттарды соғып, жинап, қорқытып, үркітіп, контракт неметкізген қол қойдырғанша өздері бар неге соғыспайды, өздерінің жерін неге қорғамайды? Мына барып тұрған қылмыскерлер деп санаймын мен оларды. Олардың іс-әрекетінде қылмыстық құрам бар. Олардың өздеріне іс қозғау керек. Бүкіл мемлекет қорлап отыр. Білмеймін, Қырғызстан мемлекеті наразылық жіберді дейді. Өте дұрыс деген. Наразылыққаны жібермеу керек. Жауапқа тарту керек, қылмыстық іс қозғату керек. Келесі жолы олар істемейтін болады сонда оны. Міне ертең Қырғызстанға келген орыстар, 100 орыс моншаға түсіп жатсын, ылғи орыстар. Соны қырғыздар келіп, не болмаса Қазақстанда ұрып соғып, жерге жатқызып қойсақ, жалаңсыз күйіндерінде, онда не болатын еді? Арттарын жыртып тұрып айғайлайтын еді мына бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында. Нацистер, ұлтшылдар, қазақ, қырғыздар деп. Мына жерде оларға болады. Келіп, жұмыс істеуге келген қырғыздардың, өзбектердің балалары мектеп келсе алмайды. Бірінші қырғызша үйреніңдер деп. Балалардың жазығы қанша, балаларға да қорлық көрсетіп жатыр, оқытпай жатыр. Оларға болады оны істеу. Біз қазір мектепке алмай қойықшы орыстың балаларын. Бірінші қазақша үйреніңдер деп, или қырғызша үйреніңдер деп. Шудың көкесі болатын еді. Жоқ, біз тәуелсіз, егеменді мемлекеттерміз. Орыс болсын, кім болсын, ағылшын болсын, барлығымен терезесі тең мемлекет ретінде сөйлесуіміз керек. Ешкімді басқа шығармау керек. Бұға берсен суға береді деген қазақтың сөзі бар. Оның мағынасы терең. Адамның құқығы қайда болсын қорғалу керек. Ол ағылшын ба, қырғыз ба, қазақ ба, бардың құқылары бірдей қорғалуға тиіс. Тіркеліп отырыңыздар.